Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін налоговый кабинеттен 250-ші 250 форманы тапсыратын боламыз. Бұл яғни 250-ші форма декларация болып табылады. Қазіргі таңда барлық Қазақстан Республикасының азаматшалары тапсыруға міндетті. Ол үшін бізге ЭЦП кілт қажет. Налоговый кабинетке кіргеннен кейін ЭЦП кілттің сақталған орнын табатын боламыз. Қарасаңыздар, рабочий кабинет ключи мараттың ішінде осы уақытқа дейін барлық ИП-лардың, ТО-лардың, мемлекеттік мекемелердің кілттерінің тізімдері бар. Отчеттарын жауып отқан, ИП-сын жауып отқан, талон алып беріп отқан басқа да ИП-лардың, ТО-лардың кілттері сақталған. Бұл жартысы. Мен қазір өзімнің атымнан декларация тапсыратын болам. Ол үшін аутты таңдаймыз. Аутты таңдағаннан кейін осы жерге введите пароль, яғни ЭЦП-ның паролін теретін боласыздар. Негізі сіздерге айтар кеңесім, ЭЦП парольді оңай қылып қойыңыздар. Мысалға АА13456, ББ13456 деген сияқты. Біреулер мысалға секрет, нижний пробел 92, құпия бірдеңе деп қояды да, олар өздеріңізге қиын болады да терген кезде. Осы кезде окейді басқан кезде ол басылмай қалуы мүмкін. Себебі секрет дегенде К деген буква английский S па, қазақша К ма, өздеріңіз ұмытып қаласыздар алдағы уақытта. Сол себептен оңай пароль қойған дұрыс. Мына жерде мен инді скребать етіп тастадым. Және де айта кететін жайт, менде микрофон жоқ. Сонымен барымен базар. Қолымыздан келгенше. Біздер ЭЦП-мен кірдік. Жоғары жақта байқасаңыздар, вы вошли деп фамилия, имя, отчествоны инді көрсетіп тұрады. Осы жерден өзімізге керекті форманы таңдайтын боламыз. Бізге керегі 2023 жыл. 2023 жылды таңдасақ, яғни 2022 жылдың отчетін тапсыратын боламыз. Яғни 250-ші форма ол солай жүреді. Мысалға 910 форманы тапсыратын болсаңыздар, екінші полугодие 2022-ні, ол кезде 2022-ні таңдайсыздар. Ал 250-ші форманы тапсыратын болсаңыздар 2022-ге, ол кезде 2023-ті таңдайсыздар. 2023-ті таңдап 250-ші форманы ашамыз. Декларация. Физический лица, яғни мемлекеттік қызметкердің жұбайы, немесе мемлекеттік қызметкердің өзі, және Қазақстан Республикасы азаматшалары барлығы осы 250-ші форманы тапсыруы тиіс. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Яғни бұл 2022-де сізде қандай кіріс болды, қандай доход болды, қандай имущество болды, және қандай бағалы қағаздар, алтын, соны көрсетеді. Мына жерде міне ин, өздеріңіздің ЭЦП-мен кіргендегі иніңіз тұрады, фамилияңыз тұрады, атыңыз міне деп жазылып тұр. Номер телефон тересіздер. Егер дұрыс емес болған жағдайда сіздерге хабарласу үшін дұрыс телефон нөмірін терген жөн. Телефон нөмірді теріп болғаннан кейін электронный адрес, яғни почтаңызды тересіздер. Себебі почтаға сіздерге хат келу мүмкін, яғни артық болмайды. Көп жағдайда негізі налоговый кабинет дұрыс болмаған жағдайда телефоныңызға хабарласады. Себебі почтаны көп ешкім ашпайды. Почтаға келген хат, оны мүмкін сіз көрмей қалу мүмкінсіз, оқымай қалу мүмкінсіз. Сол себептен көбіне телефонға хабарласып жатады. Менде электронный адрес makeykoke@mail.ru, соны теретін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай астыға тердім. Және признак резидентства деген кезде біз резидент РК, яғни Қазақстан Республикасы азаматшасы галочканы қоятын боламыз. Ал егер не резидент, яғни ол басқа елдің азаматтары болып табылады.
бізге керегі резидент, яғни Қазақстан Республикасының азаматы немесе азаматшасы. Так, құрметті тыңдармандар, менде интернет қатып қалды. Шамалы кейде сайт өзі солай қатып жатады, немесе интернеттен болады. Әркімде әртүрлі. Сол себептен қатты шошымаңыздар. Біз әлі сол бірінші шақта жатырмыз, яғни иін жазылып тұр, фамилия жазылып тұр, номер телефон жаздық, электронный адрес жаздық, резидент жаздық. Мына жерде ең бірінші А дегенге, яғни өзіңіз оқып алсаңыздар болады. Являющийся кандидатом я выбранной должности дейді, яғни мемлекеттік қызметкер, соған кандидат қызметкерлер, өздеріңіз және олардың әйелдері, жұбайлары толық оқып шықсаңыздар болады. Және де астында қарасаңыздар дата 31-12-2022. Бізде жаңа 2023-те тергенмен, ол яғни 2022-нің 31 декабрьге дейінгі доходтар, бағалы қағаздар, алтындар, кірістер болып табылады. Мен яғни Б категориясы жатамын, сол себептен категориясы Б-ны таңдадым. СССР на 31 декабря предыдущее представление декларации деп шығып тұр, яғни 2022 жылы 30 желтоқсанына дейін мен доходтарым туралы ақпарат беретін боламын. Яғни ол тек қана 2022 1 январдан бастап 30 желтоқсан аралығындағы доходтар, кірістер болып табылады. Осы жерін мұқият оқып шығыңыздар, сіздерге түсінікті болу үшін. Асықпай. Себебі дұрыс тапсырмасаңыздар, сізге налоговыйдан хабарласатын болады. Бір нәрсені екі жұмыс қылмас үшін бастан аяқ оқып алған дұрыс. Біздер көп жағдайда бірдеңені бастап біліп аламыз да, соны тезірек бітіруге асығамыз аяқтауға. Себептен 7 рет өлшеп 1 рет кес дегендей, асықпай оқып түсініп алыңыздар. Келесі шаққа өттік. Екінші шақ, яғни сіздер кәмелеттік жасқа толмаған болсаңыздар, және де ограничение дееспособности, яғни бұндай категорияларда болсаңыздар, галочка батырмасын басасыздар да, далее батырмасын басасыз. Біз егер оған жатпаймыз, сол себептен біз ол жерге галочка батырмасын баспай, тек қана далее батырмасын басамыз. Тағы да қайталап өтейін, бізге мына жерге галочканы қажет етпейді. Галочка қою қажет емес. Далее батырмасын басып, келесі үшінші шаққа өтеміз.
Далее батырмасын басып, келесі үшінші шагке өттік. Егер сіздер 220 форманы бірінші рет, яғни алғаш рет тапсырып тұрған болсаңыздар, первоначальный таңдайсыздар. Алғашқы деп табылады, ең бірінші. Ал егер бұрын соңды тапсырған болсаңыздар, онда очередная таңдайсыздар. Осы жерден қателесіп кетпеңіздер. Мүмкін сіздер бір 2-3 жыл бұрын немесе 4-5 жыл бұрын басқа бір жұмыста, мекемеде біреуге айтып, біреуге попросить етіп, немесе бухгалтерлеріңіз, бір секретарларыңыз тапсырған болуы мүмкін. Сол себептен мұқият біліп алыңыздар. Оны форма налоговой отчетностьтың ішінен перейти батырмасын бассаңыздар, бұрын соңды тапсырған барлық отчеттарыңыз шығатын болады. Кейбір мекемелерде бірнеше қызметкердің атынан бір адам тапсырып береді. Сол кезде сіздің отчетыңызды тапсырған болуы мүмкін. Сол себептен мұқият біліп алған дұрыс. Бұрын тапсырылған болса, первоначальный галочка болса, кәді ашық шығып кетеді. Негізі бұл 250-ші форма биыл 2023-тен бастап заңды күшіне енді. Бұрында тапсырған кейбір адамдар бар. Ал егер отчетты дұрыс тапсырмай қателескен болсаңыздар, налоговойдан хабарласқан болса, дополнительный тапсырасыздар. Галочка қойып дополнительный. Ал уведомление келген болса, дополнительный уведомление батырмасын басып, далее батырмасын бас тапсырасыздар. Бізге қазір уведомление келген жоқ, дополнительный тапсырмаймыз. Бұрын соңды тапсырған жоқпыз. Сол себепті первоначальный келесі этапқа өтетін боламыз. Бұл келесі этап қарасаңыздар, яғни қолдағы ақша, яғни 10 мың айлық есептік көрсеткіштен аспайтын. Қолма-қол ақша, қандай ақша бар? Мысалы, еуро болса, код валютаны еуро деп қоясыздар, теңге болса, теңге деп қоясыздар, доллар болса, доллар. Әрине, доллар, еуроларыңыз көп болсын. Сумманы көрсетесіздер. Мысалы, теңге болса, теңгелей көрсетесіздер. Мына жерде удалить поле басуға болады. Негізі ең астында менен добавить поле және удалить все депті. Соны басып өшіресіздер, егер бұл қажет емес болса. Мына жерге мысалға сіздер қазір долларды көрсеткен болсаңыздар, сумма долларды көрсетесіздер де, добавить поле дейсіздер. Сосын келесіге евроны көрсетесіздер. Екінші қылып шығады. Сосын үшіншісіге фунт стерлинг английский. Аумин деп қойыңыздар, сондай ақшаларыңыз көп болсын. Сосын барып ең соңында енді теңгені көрсетесіздер. Ал ондай қаражаттарыңыз болмаса, удалить все дейсіздер. Келесі далее батырмасын басып, келесі этапқа шаққа өтесіздер. Осының бәрін жоғарыда сохранить кабинет налогоплательщика, және сол жерде PDF формат бар, PDF форматқа басып сақтап алуыңызға болады. Яғни 10 айлық есептік көрсеткішті өздеріңіз есептеп алыңыздар. Содан аспайтын болса, қарасаңыздар сохранить PDF және XML, яғни басқа формат. Excel емес, бұл браузер ретіндегі формат. Ал біз осылай ашып қойдық. Енді не істейміз? Олай болса, удалить все батырмасын басып өшіретін боламыз.
және де менің ютубтан видеомды қарап алған көптеген адамдар қайтадан хабарласып жатады. Сол себептен сіздерге асықпай түсіндіріп жатырмын. Не превышающий предел 10 штатных месячных разводных показатель деп көрсетіп тұр. Яғни 10 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын деп. Солардың барлығын мұқият қарап, мұқият оқып алыңыздар. Көп адамдар қазір барлық жерге асығады да жүреді. Қайда асығып жүргенін өздері де білмейді. Оларға 2-3 минуттық видео керек. Сосын 2-3 минуттық видеоны тез тапсырады да, сосын тағы да хабарласып жүреді. Осындай ошибка болды, осындай болды деп. Не қарасаңыздар, удалить все деген кезде вы уверены, что хотите удалить все записи текущих группе деп шығып тұр. Біз міндетті түрде я деп басамыз. Сол кезде мынау тап-таза болып жоқ болатын болады. Бір өшіргеннен кейін қайтадан добавить поле деп добавить етіп алуға болады. Маған көп хабарласатын адамдар ИП жабу, басқа да налоговый отчеттар тапсыру, өздері асығыс 1-2 минуттық видеоларды қарап, істеп жасап болғаннан кейін, бүлдіргеннен кейін хабарласып жатады. Сол себептен 250 форманы жылына бір-ақ рет тапсырасыздар. Асықпай оқып, асықпай қарап, сабыр етіп түсініп алыңыздар. Міне 4-ші шақтан өтіп 5-ші шаққа келдік. Бұның бәрін мұқият оқып шығыңыздар, танысып алыңыздар. Сізде байқасаңыздар, көптеген адамдар жол жүру ережесін оқымай, машина айдағысы келеді. Және де көптеген заңдылықтарды білмей, жұмыс жасай бергісі келеді. Негізі оқып, әр нәрсенің өзінің заңдылығын білген дұрыс. Мына жерде қарасаңыздар, иностранный государство деп тұр, яғни иностранный, шетелдік мемлекеттерде транспортное средство, яғни шет мемлекеттеріне тіркелген транспортное средство болса, ал бірінші, яғни недвижимость имущество, яғни жылжымайтын мүліктері болса, және шетелдегі банковский счеттарда, иностранный банктерде міне за пределами Республики Қазақстан деп тұр, яғни Қазақстаннан тыс, Қазақстаннан шетінде, яғни швейцарский банкте ма, аумен деп қойыңыздар. Лондондағы банкте, Франциядағы банктерде ма, мысалға Ресейдегі ма, сондағы сақталған қаражаттарыңыз болса, мына жерге галочка батырмасын басасыздар да, добавить поле басып, сол ақшаны көрсетесіздер. Егер көрсетпесеңіздер, налоговый біліп қалған жағдайда сіздерге үлкен штраф болуы мүмкін, немесе жазаға тартуы мүмкін. Мына жерде барлығын оқып алыңыздар. Расположено за пределами Республики Қазақстан деп тұр. Қазақстаннан тыс орналасқан деп тұр. Мұқият оқып шығыңыздар. Бізде көбіне адамдар 2-3 минуттық видеоны қарайды да, осы жерге жазған болса, ол добавить поле басып, сумманы көрсетіп қояды, сосын налоговыйдан тағы проблема болады. Себебі ол 2-3 минуттық видеода ана кісі дұрыс жасады, дұрыс тапсырды деп ойлайды, соған қарап тапсыра береді. Негізі оқып алыңыздар, мұқият. Мына жерде расположено за пределами Республики Казахстан деп жазылып тұр. Барлығы да за пределами Республики Казахстан деп тұр.
Құрметті достар, сіздерге кедергі келтірмес үшін 6 минут көлемінде үнсіз отырдым. Мына жерде біздер галочканы алып тастаймыз. Енді қарасаңыздар, жоғарыда бір ғана галочка қалып қойды, яғни алтын. Сол галочканы алып тастау керек. Егер осындай галочка қалып қойған жағдайда келесі этапқа өтесіздер. Мысалға, өткеннен кейін фамилия, имя, отчество жазылып тұрады. Код орган государственных доходов, яғни сіздің налоговый орган қай организацияға қарайды, соны тауып аласыздар. Мысалы, Астана қаласы болса, Астана қаласында қай налоговый органға қарайсыздар, соған тауып аласыздар. Бізде мысалы Ақтөбе қаласы 0618 тауып алатын боламыз. Негізі осы жерде 3 нүктені басқан кезде барлық Қазақстан бойынша, Қазақстан Республикасы бойынша барлық налоговый органдардың тізімі шығады. Мен бұл жерде оны жауып қойдым, себебі менің видеоларымды YouTube өшіріп тастайды. Біреулердің данныйларын көрсетіп жатырсың, немесе басқа да бір себептермен YouTube менің видеоларымды өшіріп тастады 3 ай көлемінде. Сол себептен мен бұлардың бәрін скриншот етіп қойдым, яғни тығып тастадым. Сіздерге 3 нүктені басқан кезде көрінеді. Кодын білмейтін болсаңыздар, 3 нүктені басып, тізімнің ішінен тауып алатын боласыздар. Содан кейін я несу ответственность дегенге басасыздар, галочка басып. Яғни мен жауапкершілікке аламын Қазақстан Республикасы заңдылықтарына, басқа да басқа. Яғни осы декларация туралы галочканы қосып, көкпен белгілеп, отправить ОГД басасыздар. Отправить ОГД басқаннан кейін первоначальная форма 250 за 2023 год, подготовлен к отправке ОГД 0618 отправить форму деп тұр. Окей батырмасын басамыз. Бұл жерде яғни за 2023 год дегенмен сіздер 2022 тапсырып тұрсыздар. Яғни за 2023 год болып жазылады. Сіздер асықпаңыздар, сондықтан айтамын, ең басынан форманы таңдаған кезде сіздер 2022-ні таңдадыңыздар ма, 2023-ті таңдадыңыздар ма, соны мұқият мән беріңіздер. Көбісі тапсырып тастағаннан кейін барып есіне түседі. Біздер 2023-ті таңдадық, сосын 2023 шығып тұр. 2023 яғни 2022-дегі барлық доходтардың көрсеткіштерін көрсетеміз. Алтын болса алтын, жылжымайтын мүлік болса жылжымайтын мүлік, барлығын көрсетеміз. Яғни 2023 болғанмен 31 декабрь 2022 жылға дейін қандай доход болды, яғни 2023-ке қандай доходпен кірдіңіз, қандай мүлікпен, қандай транспортпен, бағалы қағаздармен кірдіңіз, соны көрсететін боласыздар. Яғни осы жерге қайтадан РЦПК таңдаймыз. Біздер басында кірген кезде аут деген таңдадық, ал қол қоятын кезде R-станын таңдайсыздар. R-саны таңдап, өздеріңіздің парольдарыңызды тересіздер, РЦП-ның паролін. Біздің қазір отчет тапсырылмай тастайды, себебі ошибка шығады. Біздер ана жерде бір галочканы алуды ұмытып кеттік. Сіздер асығыстық танытып, сонда галочка батырмасы активны болып қалып қоймасын. Ең соңында отправить еткен кезде ошибка шығады, сосын сіздер ойлайсыздар, менде қандай ошибка, менде не болды деп түсінбей қаласыздар. Сол себептен барлығын мұқият асықпай істеңіздер. Мен әдейі галочканы қалдырып кеттім. Галочка қалған жағдайда документ не принят. Смотрите список ошибок дейді. Яғни ол кезде қайтадан кіріп, қайтадан тапсырасыздар. Мына отчет өшіріп қалады. Қайтадан кіріп, кейбір жағдайда назад бассаңыздар назад береді мүмкіндік,
Ал бермеген жағдайда форманы қайтадан таңдап, қайтадан кіресіздер. Және артық жерге галочка қойып қоймаңыздар. Егер видео ұнаса, достарыңызға таратыңыздар. Алдағы уақытта микрофон сатып алып, видео түсіретін боламыз.